еліміз үшін көп еңбек сіңіріп, қоғам өмірі мен сол қоғамдар өмір сүретін адамдардың түрлі қасиетін өз өлеңдеріне арқау еткен Мұхтар Шаханов. Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 тамызда оңтүстік Қазақстан облысы Ленгір ауданы Қасқасу селосында дүниеге келген. 1961-1965 жылдары Шымкент педагогикалық институтында білім алып, оқуды бітірген соң оңтүстік Қазақстан Лениншіл жас газеттерінде отандық телевизия, радио редакцияларында жұмыс істейді. Көптен күткен бақыт, адамгершілікті арқау еткен балаладалар, ай туып келеді, қырандар төбеге қонбайды, ғашықтық, махаббатты қорғау, ғасырларды безбендеу атты жыр жинақтары жарық көреді. 1984-1993 жылдары аралығында Жалын альманағының бас редакторы болып жұмыс істейді. Артынша 1986 жылдан бастап Қазақстан Жазушылар одағының хатшысы болып орналасады. Ал 2004-2007 жылдары Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты болғанға дейін Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі болып қызмет жасайды. Ақын шығармаларын әртүрлі тақырыпта жазады. Ғашықтық ғаламатында біреуді бақытқа бөлеп, біреуді мұңға батырған махаббаттың құдіреттілігін баяндайды. Серт пен сөзге ұмытшақтау өлкеде ғашық болып өлу қандай мәртебе деп арқылы адам баласының өміріндегі мақсатын баян еткендей болады. Сейхундария күре тамырды іздеу, арман, шың басындағы оқиға, өлеңдері де философиялық ой түюге тұрарлық. Мұхтар Шаханов өлең жазып қоймай, драматургия саласында үлес қосқан. Мұнымен қатар уақыт бедерлері, зерде кітабы атты жинақтарын орыс тілінде аударылған. Ал тәуелсіздік жылдары қазақ тілінің жанашыры, діл майданының сардары ретінде репутация қалыптастырған ақын, парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы елшісі сияқты жауапты қызметтерді атқарады. Оның қазақ әдебиетіндегі орны ерекше бөлек. Ақын ұзақ жылдар бойы Жалын журналын басқарған. Ол Отырардың күйреуі, Эверестте шығу, ғашықтық ғаламаты, еркектер жыры, сұлулықты сезіну немесе Ғабиден Мұстафиннің қарттық жайлы әңгіме, арман, шың басындағы оқиға, достық өлкесінің заңы, өлең дастандарының авторы. Айта кетсек, Мұхтар Шахановтың әдебиетке, ұлт руханиятына, түркі ынтымағына сіңірген еңбегі ескеріліп, Ұлытауда өткен ұлттық құрылтайда алғашқы отырарында Қазақстанның еңбек ері атағы берілді.